Қайырлы күн, гүлсүйер қауым. Сіздерге қазір мына бір гүлді егіп көрсеткім келіп тұр. Мынау субстрат дайындағаным, водопроницаемый, легкий, прямо күшті субстрат дайындадым. Так, мына бокал менен 3 бокал грунт универсальный для цветочный универсальный грунт салдым. 3 бокал және бір бокал перлит, бір бокал вермикулит салдым. Үшеуін араластырып күшті кәдімгі борпылдақ топырақ шықты ғой, кәдімгідей күшті болып. Енді бүгін бір бабушкадан мына 500 теңгеге сатып алдым, я мына спатифилумды тамыры менен екен, 6 штук, 5-еуін. Соны мынау қазір фитильный поливке қойғым келіп тұр. Үстінде пивінің бокалы 0,5, пивінің бокалы, астында 0,2 одноразовый стакан. Соған жақсы кигізіледі екен, андай қылып фитильный поливке маған удобно қоюға, сол фитильный поливке қойғым келіп тұр. Суды құйып қоясың да, сол суды керегінше тартып тұра береді ғой, өзі ішіп тартып, қанша су керек сонша суын алып тұра береді. Соған қазір мына спатифилумды еккім келіп тұр. Қараңыздар, менімен бірге міне 6 отырғыздым, 6-ауын. Өте керемет. Енді астында суы бар, көріп тұрсыздар. Сол суы таусылғанша пока отыра береді. Қанша уақыт кетеді, онда наблюдать етіп қарайық. Просто қазір таза су, тек таза суға егіп қойдым. Дальнейшем көреміз енді қалай развиваться етеді, қалай дамиды, қалай өседі. Фитильный полив маған өте ұнайды, менің гүлдерімнің көбі фитильный поливте тұр. Бұл енді аздап кислый почваны жақсы көреді ғой, бұны алға қарай көреміз әлі. Удобрение береміз, қараймыз, суын құямыз.